Біздің қалай. Сенің интервью ма не болды мынау? Ертеңінде бізді күтеді шана күн шаналай бірақ ол да тез өтеді сағатқа қарамай бізді әлі талай күтеді шана қуаныш шана қайық ұмтылайық жан жаққа бар бізде жаңарайық. Құрметті достар, сіздермен бірге 71 арнасы. Менің есімім Ильяс. Бүгін біз Бурабайдың баласы атты фильмнің түсірілім алаңындамыз. Қазір сіздерге қызықты атмосфера, кино қалай түсіреді соны көрсетуге тырысамыз. Кешегі күн қайтып келмейтіні жаман-ай, кейде жаңа күн ауыртады жаралайды, бірақ жаңа жара шықпайды ескісін жамамай, брат, сол үшін жаңарайық, брат, жаңа жолда өтіп жаңа жерлер аралайық. Рауан, ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Қайсыңдар жігіттер? Жақсы, өзің қалайсың? Қыстыра салайын ба? Қыстырас. Давай. Қайсыңдар жігіттер? Қош келдіңдер. Жақсы, өзің? Шүкір. Бурабай қалай болып жатыр жалпы? Ой, Бурабай сұмдық өте әдемі. Көз тоймай жатыр, келгелі бер. Келгенімізге бір 20 шақты күн болды. Мына жақта мысалы өткенде тамсанып жатыр да. Әр ағашқа күннің нұры түседі екен. Прикиньте, әр ағаш өзінің располаганиясы сондай да. Күнге түсетіндей, бір-бірін жаппайды күннен. Солай өскен. Одан кейін мына жақта неше түрлі үңгірлер, неше түрлі біздің керемет аңыздар бар. Өте сұлу табиғат, өте әдемі. Бұл жолы Бурабай өзгеше ашылып, өзгеше ерекше бір естелік ес қалдырып жатыр. Инстаграм бақылап отырық. Сен де контент жүргізіп бастадың. Иә. Камера сатып алдың ба? Камера сатып алғанда менде бұрыннан бар. Енді бастадың. Иә. Бұрында мысалға мен Аргентинаға барып қайтқан толық түсіргем негізі. Осы алдыңғы жылы Аргентинаға қайттым. Бірақ мен монтаждаған жоқпын оны. Сондай бар енді. Иә, сол күйі қалып кетті. Содан осы жолы келген кезде менде цель болды. Келем, мысалға күні бойы түсірем, түнде монтаждаймын, ұйықтаймын, тұрамын, түсірем, сондай сияқты. Жақсы видеолар шығып жатыр. Иә. Бір цитата айтып. Иә, өзі андай. Қазір менің мақсатым енді не ғой? Біз енді по-любому біз жеке бренд керек жүргізу. Иә, социальный сетьпен біз санасатын заманбыз ғой, қазір сол заманда өмір сүреміз ғой. Сондықтан санасып жүрміз сол. Аргентина жайлы айтып кетсең, қалай қыдырдың? Аргентина 26 сағат ұштық Аргентинаға. Бірінші Дохаға 6 сағат, Дохадан Сан-Паулоға 15 сағат, араға 5 сағат, араға Игуасу деген 4 сағат. В общем, бір 25 сағаттан асық ұштық. Жол ұзақ болды. Күшті, ол жақтың кухнясы біздікіне ұқсайды, кстати. Өте жақын, еттері өте күшті, вкусный. Дәмді. Сол. Табиғаттарына бардың ба? Иә, бардым. Бурабайға жетпейді десең. Күшті, анау әлемнің 7 кереметіне жататын бір не бар, ол жақта водопад бар. Сол жаққа бардық. Өте керемет. Солай. Өздерің қалайсыңдар? Не план өздеріңде? Сол бізде 71 арнасында блог, бэкстейдж түсіріп бастадық. Әдемі. Әрі съемкаға барамыз, Алла қаласа. Екінші съемкамыз. Не видно, почему наоборот взяли лицо? Стоп! Ребят, все, кто в бассейне находится, прям аккуратно, не вылазите. И приготовились. Можем? Начали. Sayang! Sayang! Ya pomci verme! Ya Juan! Way bye! Atamay! Sayang! Sayang! Atam! Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Ақиқат, мынаның аты Жас. Бүгін бізде соңғы күн. Әдемі болып жатыр, иә? Жақсы, шүкір. Не жалуемся, нормально, бәрі бізге жақсы қарайды. Шүкір, кәдімгідей тамақ береді. Жоқ, бәрі ыстық болады ғой, бүйтіп.
енді күн түседі ғой бір зонтик ұстайды ғой мә бізге мындай осылай істейді біздің бірінші кино сосын бар ғой жерге бүйтіп отыра саламыз ғой жүгіріп келіп орындық береді ғой су әкеліп беремін ба? су кофе чай любойын сұрайды ғой сәлемдай айда бір түрлі болып қаласың Тренер ағада олай болған жоқ па? тренер солай болды мен андай өтірік поддержка болсын деп иә бұл бала бұған дейін немеге түскен тренер аға деген сериал бар Юника Плей түсірген соған тоже второстепенный Шақтыңыз қалай екен? Жақтыңызға әдемі жақсы прикольный андай завод не қалай айтады индастриал панк деген сияқты екен короче Ескі ма? ескі Біздің тұратын қалада сондай Шақтыңыз деген әдемі жақсы екен күшті төбелесіп күл көмір болып қайтты төбелесіп көмір иә өскемендікі ғой өскемендікіміз негізі иә біздің қасымызда тағы бір бала бар Абзалдың досы деген біздің өз аттарымыз күшті кинода иә Абзалдың досы бір Абзалдың досы екі ана жақта Абзалдың досы үш иә сондаймыз сол екеуің күшті сөйлейткенсіздер андай кейіпкер не атайды сценарий жазу керек қой сендерге біз өзіміз сондаймыз жартылай туыспыз ғой Очень быстро. По дороге захвати этот. бұл бізге қарайды сол жаңа мен айттым ғой ана зонтик деген сол кісі Хорошо. өтірік істеп жатыр негізі біз баяғыдан таныспыз бірінші курстан сіз қазір өтіріксіз деп сөйлеп жатыр сосын ертең универге барамыз ғой иә Все, кеттік, все. микрофон берсін жақсы рахмет жігіттер жақсы сен жақсы болсын сендер барып жаңа мына жақ айлона вентилятор болады кондиционер болады ана бір-біріне жау бола ма сондай вот екеуі кім қаланың баласы қалайсың жасаң жалпы жақсы табиғат аясында түсірілім қалай өтеді күшті өтіп жатыр уже қанша күн болды 20 күннен асты тек осы орманның арасында жұмыс ұйқы қанды ма ұйқы қанады бұл жақта аллергия болмаса қалған күшті съемка жайлы айтып өтсең кино жайлы біз бурабайдың баласы деген кино түсіріп жатырмыз пока рабочий аты өзгеру мүмкін жалпы кішкентай көрермендерге арналған ертегі деп айтса болады жаңа жанр ғой енді бұл да кішкентай көрермендерімізге осындай бір кино түсіріп жатырмыз оңай болып жатқан жоқ қызық күннің ыстығында осылай киіммен жүрміз күшті бір дүние болады деп ойлаймыз енді киімің әдемі екен қыздардың арқасы асыл деген қыз осы жақтың қызы сізде сөйлеп қойыңыз бір қымызынай деген ауылда тұрады бұл кісі күшті ауыл иә қымыздың іштік алдында папасын көрдік күшті айлона деген қыз режиссерға оқып жатыр өздерің қалай сенікі интервью ма не болды мынау әңгімелеп жатыр кейіпкерің жайлы айтсаң сен бір басқа заман ауысып кетті деп отыр қай ғасырдансың біз 15-ші ғасырдан келген батырмыз ол жақ қалай отыр 15-ші ғасыр ол жақта енді біз ол жақта енді жас бала боламыз жас бала болып әлі өмір көрмеген мына заманға түсеміз бірақ мына заманда енді уақыт өтіп кеткеннен кейін біздің өскен кездегі подвигтарымызды былай біледі ғой сол подвигтарды айтып береді бізге сендер батыр болғансыңдар осындай деп барлығын ашып айтпай ақ қояйық енді бірақ сондай күшті қызықты дүние болады 15-ші ғасырда Қазақстан жайлы не ойлайды едің сол маған да қызық өйткені бұл сказка болғаннан кейін көреміз енді қазір мына жерде кімді рауанды байлап тастады қазір не үшін байлап тастағанын сұраймыз мүмкін айтпар айтады айтпайды көреміз Слежкой делаем, слежкой. Слежкой делаем. Что такое, Ролан? Есть камера. 26-1-1-1, Совстикс. Начали? Саян! 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 Отлично.
болды? Атам! Саян! Атам айтам, Мамам! Саян! Стоп, супер! Жігіттер, бол. Қойыңдаршы, болды, қорқам. Ойбай, мама! Қойшы, Саян! Тыңшыбек, отыр. Аман, сен неге байлап тастады? Мені ма? Мен қорқытып жатыр ғой. Мен әркім байлайды, артынан қуалайды, бір қорқытады, ұрады. Әркім ода шешем жоқ, әкем жоқ. Бәрінен қашып жүрем. Сондай ғой. Түрім сондай да, андай. Түрім сондай. Келеді сондай өзі. Все, последний. Не берген? Бұл ма? Бұл тұмар. Бұл атадан балаға қалып келе жатқан тұмар. Елімізде не бар ғой? Наным сенім дейтін бар ғой. Сол секілді мынау кинода бізде тұмар деген бабадан келе жатқан тұмар ғой бұл. Сол. Мне, короче, обед кезінде, обедтің орнына тренировка. Түскі ас жемейсің сонда? Давай. Жоқ, мен жем, бірақ кішкене кейінірек тамақ ішеміз. Басында тренировка жасау керек, уақыт жоқ. Қалай өтіп жатыр? Күшті. Қош келдіңіздер. Съемкаға қош келдіңіздер. Съемканың бүгін таңда уже 15-ші ма, 14-ші күні. Съемка бәрі ойдағыдай. Маған өте қатты ұнайды. Біздің түсірген материалдарымыз, жалпы актерлық құрамы өте күшті, өте мықты. Себебі бізде өздеріңіз білетіндей, бізде Рауан Ахмедов ойнап жатыр, Жасұлан Көберген, Нұрдәулет Шертім. Меніңше Нұрдәулеттің көмектердің қабілетін, көмектердің жалпы возможности, диапазоны өте мықты. Жалпы кино не жайлы болады, Бурабайдың баласы деген? Кино жергілікті аңыз туралы негіздеген, ол Оқжетпес тауы туралы. Егер осы аңыз білмесеңіздер болса, онда осы аңызды Google-да көруге болады, қарауға болады, іздеуге болады. Анасында жаңа Нұрдәулет ағамен Жасұланның кейіпкері олар. Басқа неден келе ма? Бұрынғы заманнан ұшақ? Олар бұрынғы заманнан бүгінгі заманға келген қонақтар. Негізі референс ретінде біз алғанымыз Ля Визиторс, Пришельцы деген кино, деген атты кино болған. Француздық кино. Бірақ ол әрине біздің менталитетке сәйкес, біздің юморға сай келетін нәрселермен. Сол сюжет кішкене айтып кетсеңіз бе? Сюжет туралы ол неше құпия болсын. Спойлер. Не ғой? Трейлер сияқты кішігірім. Трейлер ретінде. Сіздер примерно қашан шығасыздар? Алла қаласа, әлі бергісіз қашан шығамыз. Келесі жыл шығар, бүгін осы жыл емес. Биыл жылдың соңында, әлде келесі жылдың басында. Ондай спойлерсіз бір айтып кетсеңіз. Спойлерсіз, меніңше өте қызық кино болады. Енді монтаждан кейін біз өзіміз түсінеміз, ол нақты қандай кино шығады. Себебі түсірілім алаңы ол бір үрдіс, бірінші процесс. Біріншіден сценарий, содан кейін түсірілім, үшіншіден ол постпродакшн. Енді постпродакшннан кейін біз өзіміз түсінеміз, қандай кино біз түсірдік. Осы фильмнің бүкіл несі толығымен үшін Бурабайда түсірілді ме? Ол 100% Бурабайда түсіріп жатырмыз. Орманда, сосын қаланың ішінде, Щучинск жақта, тауларда. Меніңше өте қызық болады. Неге? Себебі осындай кинолар, жалпы толықметражды кино Бурабайда бірінші рет түсіріп жатырмыз, негізі. Мүмкін бірнеше түсірілімдер болған осы жерде, Бурабайда, мысалы, Сказ о розовом зайце, екінші бөлім, осы жерде түсірген, бірақ толықтай Бурабайда ешкім түсірмеді. Вот біз бір алғашқы рет келіп отырсыз осы жерде Бурабайға. Кокс.
Потом, ну, чтобы монтаж понимал. Сейчас, то есть, получается, фаза. До стрела. Да, до стрела. Это уже 3 раза тебя стреляют. Больно, уже страшно. Больно, все, больно, чекай. Потом мы стреляли, алдыңғы фильм бақытжаны өзіңіздің көңіліне толды ма? Иә, маған қатты ұнады. Мен қазір кеше ғана отрывкалар қарадым. Себебі бірнеше референстер бар. Мысалы, қандай кадр қалыптастырамыз, девелопмент кадры қай жағынан, оны шам қалай қоямыз, свет қалай қоямыз, жарықты қалай қоямыз, да, осындай. И по-любому возвращайся, қарайсың. И қайтадан қарадым, маған ұнады, иә. Деп ризамын деп айта алмаймын, өйткені ол біздің бірінші толықметражды кино. Әрине қателіктер бар, енді мен өзім білем қандай нақты қателіктер. Мүмкін қарапайым көрерменге ол түсініксіз болады, иә. Бірақ мен енді өзім түсінемін, қандай қателіктер болған біздің жобада. Сол енді блиц процесі болады. Давай. Сіздің топ 3 қазақстандық фильм. СССР болсын, осы заманда түсірілген болсын. 3 қазақстандық фильм. Сатыбалдин Нарымбетовтың «Жизнеописание юного кардиалиста», Сергей Дворцевойдың «Тюльпан». И үшінші орын қандай кино? Классика болсын, иә? Классика ма, әлде заманауи кинолар? Пока классика айтамыз сосын. Онда былай, бірінші орын Сатыбалдин Нарымбетов, «Жизнеописание юного кардиалиста», екінші орын Сергей Дворцевой «Тюльпан» и үшінші орын заманауи кино ол «Ауру». Енді айтасыз, 2020-дан бастап шыққан осы 6 жылдықта шыққан қазақстандық 6 жылдық заманауи, иә. Так. Ол қатты ойлау керек. Қандай жанр? Любой жанр ма? Кез келген. Қандай жанр деп бөлмей қойып, өзіңізге ұнаған, либо ұнаған 3 фильм. Окей. Маған ұнаған кинолар. «Бизнес по-казахски» в Бразилии. Съемка жағынан, жалпы мәні жағынан, актерлік құрам, кадрлар қалай қалыптастырған ұнады. Сосын «Ауру» и дәстүр болсын. Иә, бірінші бөлім. Ал, күшті. Ал актерлардан сізге ұнайтын актерлар айтсаңыз, просто андай күшті емес, топ емес, ұнайтын актерлар. Топ емес, окей, маған қатты ұнайды. Жалпы диапазоны өте көп, ұзақ диапазоны ол Дәурен Серғазин, Еркебулан Даиров, Берік Айжанов и жастардың арасында Рауан Ахмедов, Жасұлан Көпберген. Тағы кім ұнайды? Болды, наверное. Все тогда. Жақсы жігіттер, байланыс. Табиғат аясында түсірген қалай жалпы? О, күшті, әдемі. Вообще осы жерде шаршамаймыз, 3-4 сағат ұйықтаймыз, бірақ мүлдем осы сезінбейді. Наоборот, қазір тренировка жасаймыз. 16 килограмм керек. Иә. Все, жігіттер, погнали. Тренировка. Осанка. Болды ма? Иә. Ғашықпын жайлы ұнады ма саған өзіңе жалпы? Ғашықпын саған ба? Ғашықпын саған, иә, ұнады. Көрермендерге де ұнады. Біздің енді басты мақсатымыз сол кісілердің көңілінен шығу. Сол кісілер жалпы көрермендердің көңілінен шығатындай бір дүние жасауға тырыстық.
осы ғашықпан саған авторлары жаңадан фильм түсіріпті. Қалай? Сыбыс па? Сыбыс, иә. Сен барсың жерде. Мен ол жерде жоқпын. Ол алла берсе тоже үлкен проект. Астана қаласында оқыған, Шабытта оқыған Телжан деген бауырымыз түсірді. Мен оны көріп шықтым, маған өте қатты ұнады. Ол да бір жаңа жанр. Және күшті. Сюжет шамамен қандай айта аласың? Ашып толықтай айта алмаймын, бірақ сюжетті қысқаша ауылдың өсегі жайлы. Ол андай қара комедия стилінде. Біздің жанымды не поверишь деген Ернар ағалардың киносының стиліне ұқсатып түсірген. Күшті. Локацияны көреміз, күшті екен. Күшті. Қолдан құраған көбісіне? Иә. Ол қай жерде өтіп отыр? Жалын ағаның стилі ғой, қолдан жинау деген. Жүріп сөйлесе береміз ғой елі. Бұл влог па? Кайф. Күшті. Сондай жалын ағалар алла берсе Думан тағы бір новый проект түсірейін деп отыр. Ол да күшті болады. Ол да жаңа жанр болады. Проект сен боласың ба? Мен ол проектте болмаймын, потому что ол жақта возрастной актерлар болады екен. Жалпы бірақ ол кісілерге алғысым шексіз. Детектив жанрында болады, иә. Күшті Думан дайындалып отыр алла берсе. Гримеркіде отқан қалай екен? Гримеркіде. Керемет ана, бетімді мүлдеке жағып атыр. Күшті? Не істеп атырсың сонда? Айтпайды еще, ә? Тоналка жаңа. Тоналка? Күшті анда өзін нежный сезініп отыр. Болды ма? Ассалаумалейкум, сізден де Куда будет на красоты за счет обывания? өз кейіпкерін жайлы айта кетсеңіз. Ақша төленсе айтам. Менің кейіпкерім Абзал деген подростковый группировканың басшысы бар. Сондай балалар бар. Солардың біреуі. Қалғанын осы Диас айтады, балаларым. Банданың адамдары боянып отыр не жерде? Банданың адамдары боянып. Енді кадрда жақсы неміз. Заманауи бандалар. Өздерін күтіп қалған ухоженный банда. Біздің бастықта милирование, 5 сағат іште маникюр е менде? Бір баланың шашы боялған, бізде сондай банда жаны, японский бандалар сияқты. Маникюр деген маникюр садат. Якудза, е? Маникюр. Неформальный бандиттарымыз бар. Айтарың бар ма? Чувак, я айтам, сен ана түрің осуждающий кого-то бар ғой, не айтып отыр. Жоқ, әдеге айтады. Нормально ма? Сондай, короче. Детский крем жағып. Детский крем жағып атыр бетке. Сыртында түлкісі тұратын бар ғой. Көк па? Көк, е. Бисмилля. Мына кісі бізде не гример, главный гример, және де екінші главный гример. Мен бетім қысылап атқан. Бүкілі главный. Бүкілі главный. Е, бәрі, простой адам жоқ мына площадкада, бәрі жетінен жалды. Бұлар ертең Netflixқа шақырып атыр бұлар. Бұлар отағымыз сатпаймыз, бармаймыз деп атыр. Отказ беріп отыр. Өйткені специалист аздықтан жақта. Бізге қалсақ кім жасайды гримді сонымен көреді, солай болып отыр. Мен де сол үшін бармай жатырмын, мен де шақырып жатырмын негізі ана. Ресейге шақырған алдында. Камбоджаға шақырған. Сен келесің, біздікілерді актерский жоқ ойнап берші. Тіл үйрену керек дейді, мен айттым, конечно. Қазақтардың асты. Сол өзінің қазақтарым қызмет етіп, Өзіңіз жайлы айта кетсеңіз. Не айтам? Есіміңізді таныстырады. Медина. Қай жылсыз? 2006-да. Қандай фильмдерде жұмыс етіңіз басқа? Мен жұмыс істеп жатқаныма Алтайдың ассистенті болып жүрдім. Наверное, бір жыл болды. Тренер ағада істедім. Там 1-2 хоррор бар. Шықты ма олар? Мен есіме жоқ. Шықпады ма ол? Біреу шықты. Қандай хоррор? Айтпай қойыршы деп па? Айта беріңіз. Күнбатыстан шыққанда. Астана түрде ол да кім түсті? Жаңағы Аблай, Иә. Сол. Рахмет. Хорошо. Кістіңді қой.
Есіміңіз қалай? Менің есімім Алтынай. Резко өзгереді сразу андай Есіміңіз Алтынай ма? Иә, Сол да жетекші не? иә. мен ауыр кет Айта беріңіз өз жұмысыңыз қандай түсірілім алаңында? Мен кинода грим жөніндегі суретшісімін. Кейіпкерлердің образдарын жасаймын. Олардың характерлеріне сай, персонаждарына сай, именно киноның ішіндегі оқиғаларға сай грим жасаймын. Мысалға там рана болсын, слезы болсын. Жылай алмайтын актерлар бар ма? Жылай алмайтын актерлар бар ма кадрда? Бар, иә. Не то чтобы жылай алмайтын, мысалға олар сахнаның ішінде уже там 1-2 сағат жылап жатса, өздерінен уже жас шықпайды. Сол үшін бізде әдейі каплялар бар, сосын жағатын нәрселер бар, и оларды көздің несін жасын шығарады. Вот так. өте қатты профессионал, сондықтан да мен екінші проектте де тура осындай бір жүзім. Сіз қандай нелерде жұмыс етіңіз проекттарда? Мен ана өзім болмайды. Тренерға болды. Именно шыққандардан ба? Бәрі шықпай тұрып, енді шығатындары Көп. Мен площадкаде 2014 жылдан бері жұмыс жасаймын. Соның ішінде көп проекттер болды, сериалдар болды, толықметрлер болды, кішкентай метрлер, реклама. 2014 жылы қандай жоба болды алғашқы? Ол телепередачалар. Там модельдер жайлы, сосын сериалға тизер түсірдік, сөйтіп короче киноға кірген. Соңғы фильмдер қандай болды? Толық метр киноға шыққан. Соңғы шыққан жақында Күнбатыстан шыққанда шықты. Соның премьерасы болды бізде 11 июнь вроде, что такое. Мамырда емес пе? Мамырда емес па? Есімде жоқ. Май. Одан алдын тағы қандай фильмдер болды? Шыққандардан шай в большом городе шықты бізде. Тренерға шықты бізде. Сіздің жасыңыз нешеде? 31-де. 95. Иә. Жас көрінесіз. Біз 71 жаттен кинода парақшадан боламыз. Тренер қойсаңыздар ғой. Все, давайте. Қазақ киносы жайлы жазамыз, Қазақ көрсетеміз. киносы жасасын. Давайте жігіттер сәттілік, да, я тоже подпишусь. Жетілет тұрады. Ол кісілердің жұмыстары көрінбейді көбісі. Олар көп еңбектенеді, түрлері көрінбейді, көрсетіп қойық деген. Иә, міне біздің Гримваген, осындай машина. Ішінде кондиционері бар, суларымыз бар. Келіп актерларға ыңғайлы болу үшін, ыңғайлы температурада отырсын деп. Түгіл условия жасалған ғой, бәрін істейді ғой біз үшін. Иә. Астанадансыз ба? Иә, Астана. Сіздер тоже? Жоқ, Қарағанды. Қарағанды деген бір кішкентай шағын қалалар. 45 км. Вот тренер ағаны біздің де. Ол Пришахтинск. Ну, Қарағандыда тұрдық біз. Теміртауға жақын бар ма? Иә. Стой. Айзек. Үш режиссерлер, бірақ бұл жерде екі бағыт алу керек. Бірінші ол коммерчески успешный, екіншісі ол арт және инди фильм деп айтуға болады. Бірінші бағыты мен үшін number one ол Рустем Умаров, екі Қуаныш Бейсеков и үш Анвар Маджанов. И артхаус емес, бірақ инди фильм ол Айдын Сахаман, Алишер Утев и number one Адилхан Ержанов.
И. Начали? Мирас и Тамшибек тоже у нас на заднем фоне, пожалуйста, приглашаю на точке. Бәріне сәлем, менің есімім Гүлмарал, мен костюм суретшісімін. Осы Жасұланның киімін жасады деп естіп жатырмық. Сол туралы айтып берсеңіз. Бұл проект үшін біз екі костюм тіктік. Біріншісі ол Жасұланның үстіндегісі, екіншісі Нұрдәулет ағаның үстіндегі киім. Жасұлан мен Нұрдәулет олар бізге осы ғасырға 18 ғасырдан түсіп тұрды. Жасұланның киімін біз таза былғары теріден тіктік өз қолымызбен. Айтпашы. Өз қолыңызбен аяғымен барахолкаға барып шубка. Не, на самом деле, действительно, Гүлмарал своими руками все сделал. Handmade. Самый лучший. Неге бәрін еліп қарқамды сен сөйлейсің? Орманға барып беруге сақтайды. Деп. Басқа қандай жобаларға жұмыс жасадыңыз? Басқа жерге барайықшы, пожалуйста. Бұл проект үшін біз екі костюм тіктік. Біріншісі ол Жасұланға таза былғары теріден тіктік өз қолымызбен. Оған бір аптадай уақыт кетті ол үшін. Ал екінші костюм ол Нұрдәулет ағаның үстінде. Оны біз уже искусственный кожадан тіктік. Тоже полностью қолдың жұмысы. Фактура жасау, оның ескіге кетіп көрсету, оның бәріне ұзақ уақыт кетті. Қаншаға балайсыз өз жұмысыңызды? Өз жұмысымды мен бірінші рет жасап тұрмын, қобалжыдым, қорықтым. Бірінші жобаңыз ба? Жоқ, именно терімен бірінші рет жұмыс жасадым. Батырдың киімін бірінші рет жасадым, қобалжыдым, қорықтым. Ешкімге көрсеткен жоқпын, тіпті режиссерға да көрсеткен жоқпын. Бірақ бәріне ұнады и көп алсам да өзіме 10-нан 10 деп бағалаймын. Референс қайдан қарадыңыз? Суреттерден қарадыңыз? Иә, сол бұрынғы тарихи суреттерден қарап, қазақ фильмға бардық, сол жердегі дайын костюмдарды тоже қарап істедік. Соның бәрін әрқайсы әр жерден қосындысын, тіпті кейбір жерде қателік жасап қойғанның өзін, мен оны вдохновение ретінде басқаша бұрмауға. Жақсы болып шықты. Микрофон жазылған жоқ? Міне мынау біздің Мореке. Бізде осы. Сіздің арқасында осы жақта түсірілім жасалды. Жаңа мен неге шықпайтын? Кенесары хан үңгірінен. Ана жерде көріністі айту, сөзбен айту. Барып келеміз де берсе, тағы барамыз да? Міндетті түрде. Рахмет, Мұратқа рахмет айтып қойыңдар. Пікірлет жеріңдер Мұратқа. Мұраттың арқасында осы Бурабайға келіп, түсірілімдерге келіп жатырмыз. Аяқ киім ма? Жоқ, аяқ киім қазақ елі. Оны айтпайды. Ескілі отыр ма? Түсіріп жатыр ма? Осының алдында айтқан түсірілді ма? Жоқ, тұра берсін. Басқа қандай жобада жұмыс жасадыңыз? Басқа, егер қараған болсаңыздар, Бақыт құшағында деген фильмда болдым. Сол фильм үшін тоже 6 көйлек тіктім. Ол тоже санап. Әлия Нұрбек. Әлия Нұрбек. Ау? Да? Сол жерден білеміз. Точно. Сол. Тағанда сұрақ. Ол фильмдер не ма? Балаланды ғой енді? Иә. Полностью. Ол фильм тоже бөлек история. Ол шынында жаңағы түстің мағынасын, қандай түс, қандай жаңағы настроение, қалай айтсам болады, адамның характерін, настроениені, соны атмосфераны көрсету үшін соны біз түсті толығымен пайдаландық, художка жағынан және киім жағынан. Әлия ханның несін, көйлегін кімнен қарадыңыз ба? Ол эмоциондікіне ұқсайды да, сары. Сары көйлек, жоқ, ұқсамайды, ол вообще басқа дизайн, оны өзім салдым. Ұқсап көрдім. Жоқ, ұқсамайды оған. Жоқ, дұрыс. Сосын? Маған сұрақ қойдыңыз. Сізге сұрақ? Сіз
Кімсіз деп? Сол біз 71 атты парақшаны білесіз бе? Білем. Сол жобада жұмыс істейміз. Контент түсіріп бастағанбыз. Блог ретінде блог бэкстейдж десек болады. Сол түсірілімнің атмосферасын көрсету үшін жалпы. Осындай еркін форматта. Қалай сізге ұнап отыр ма атмосфера? Жақсы. Сіз бірінші рет келіп тұрсыздар да, вообще бізге именно? Иә. Дәл қызық жеріне түсіпсіздер. Соған шақырған. Сол үшін шақырған. Ана сол уақытта келіндер деді, формада түсіреміз деді. Классно. Тағы не айтсам болады? Кинода жұмыс бақытшанан бөлек. Одан бөлек в основном телесериалдар болды. Қазақстан каналына арналған, Хабар каналына арналған, клиптарда қатыстық, жағы музыкальный рок группалар деген сияқты, рекламный роликтар, ну и сериалдар. Кезінде 2019 жылғы, например, «Красавчики до нашей эры» дегенді еске түсірсек болады. Соған тоже өз қолымызбен теріден тікеміз. Сол в основном осылай болды. Ол кезде тоже медаль тағады. Ол кезінде жоқ, басқа актерлар болды. Ол кезінде медаль болған жоқ. Түскен сияқты сайт? Жоқ болған жоқ. Или Құмараға түсті ма? Сол басқа не айта аласыз? Мысалы, костюмердің жұмыстары қатты білмейді ғой, мысалы, кім істеп жатқанын. Біліңізбен. Вообще негізі костюмер емес, художник по костюмам, өйткені костюмер ол тек үтіктеп адам персонажды, актерларды киіндіреді, ал художник по костюму ол ең бірінші сценарийді оқып болған соң оның әр персонаждың архетипіне қарайды, жаңағы характерына, істеп жатқан жұмысына, деятельность бәрін изучать етіп, сосын мудборд жасайды, оны режиссермен утверждать етеді, одан кейін закуп жасайды, примерка, и сөйтіп жан-жақты қарап, толық персонаждың сырт келбетін біз құрастырамыз, получается, художник по костюму. Жақсы. Рахмет. Блин, шкузи? Ну, прям метре, даже полметра. Не было, если что. Я извиняюсь, пауза. Пауза. Он у вас горит, вы же видите? Да. Фокус. Разослание. Алиша, привет. Ты целый? Жалпы әлем чемпионаты көңіліңе толды ма? Испанияға жанкер болып, мен әдейі Португалияны киіп келдім. Соған сәл алыста отырайық деп айтайын деген соған. Сәл ары отыршы менен деп ше. Менен сәл ары отыршы деп. Сен шығып кеттің ғой сен. Ана жерден сұхбат алсаң сен біздің. Иә, өте керемет болды. Мен о бастан Испания деп айттым. Мен де Испанияға жақтасым. Ана шешпейсің ба сонда? Жоқ, күшті. Жалпы анау матчтарды қарасаң ше. Матч көріп бітемін. Содан кейін не болады? Әділетсіздік байқалады да. Содан кейін рилстар шығады. Одан бетер Аргентинаға нем болды, ашуым болды. Сен қалай ойлайсың ол туралы? Аргентина жайлы. Мен бірақ жерінде байқадым ол нәрсені. Месси келіп немен Алжирмен ойнаған кезде анау ақтан деп тебетін. Сол жерінде ғана байқадым, қалған жақта. Өзі қызыл беруге болатын еді. Қызыл беруге болатын еді. Сары немесе қызыл. Деген сияқты. А так басқа жағында мен ондай ештеңе байқаған жоқпын. Мысалға сол моменттен кейін
андай көп трец желісін қолданатындар әдейі охват көтеру үшін мысалға көп нәрселер иімен жасалған нәрселер жазып кетті, сондай нәрселер көп байқадым. Фифантино, фифа Мессидің анасы деген сияқты көп нәрселерді естідік. Негізінде ондай емес деп ойлаймын. Месси 39 жасында өзінікін дәлелдеді. Ол просто сол жаңағыдай шумды емес, просто Мессидің ойынын қарасақ, Аргентинаны қарасақ. Роналду Мессиге жетпейді ғой айтып мойындайсың. Роналду Мессиге жетпейді. Қайсы? Мессиге жетпейді. Роналду мен Месси бірдей деймін. Бірдей дегенге дәл қазір бірдей деген келісе алмаймын. Мен де келісемін саған. Дәл қазір жоқ, Роналду бұрынғыдай емес, өзінің абында. Арасы 2 жас ғой. 2 жас енді. Бірақ Месси 2 жыл бұрын Роналду ондай ойын көрсетпейтін еді. 39 жасында. 39 жасында Роналду. Қай жақта? Португалияда. Ұлттар лигасын алып берді. Еврода жақсы ойнап шықты. Еврода жоқ ой, ойнаған жоқ. Ойнады. Көрмейсің просто. Мен Испания жанкүйерім. Мессидің жалпы Испанияның, Аргентинаның ойыны маған қатты ұнамайды. Бірақ кішкене глаз ойнайды. Ол енді оңтүстік Америка футбол клубтарын латиноамериканецтерге не ғой? Бір лайықты ойын ғой. Мысалы Парагвайды көрдің, Уругвайды көрдің, олар кішкене сондай футбол. Негізі 2010 жылдардағы футболды қарасаң, бәрі сол ойнайтын болған. Қазір ғой аккуратно травмадан қашып солай ойнайды. А бұрында төбелес, бір-бірін тіземен. Марадонаның видеосын көрдің ба, келетті Барсамен Реал ойны ма? Білмеймін, есімде жоқ қай ойны. Келетті тіземен бастан тебеді ғой. Короче, футбол енді әңгімесі бітпейді, әңгімелесе бересің. Кино жайлы сұрайық. Бурабайдың баласы не фильм, қандай, не туралы айтып енді Бурабайдың баласы атты қазір проектке түсіп жатырмыз. Бурабайдың баласы өзінің жалпы дәл қазір бізде не ғой? Бәрі қалаға ұмтылады, бәрі ата жесімен қалаға кетеді деген сияқты. Бұл жақта бір құндылық бар. Ауылды сыйлау, ауылды мекендердің қасиетін ұмытпау, ата женің сондай бір орнын ұмытпау, соларды құрметтеу, жақсы көру сияқты бір құндылықтар бар. Дәл сол құндылықтарды оқыған кезде байқап, осы проектке келістім. Өте керемет. Маған жалпы енді бұл бізде дәл қазір біз енді туризмді дамытуымыз керек. Жалпы ішкі туризм сырттан келетін адамдарға да көрсетуіміз керек. Сол тұста да өте керемет Бурабайдың әдемі жерлерін көрсетеміз. Одан бөлек фильмнің бір өте қалай айтсам болады, өте көңілге жайлы бір несі бар, настройы бар. Өте андай көңілге жылы бір не қалдырады, өзінің артынан шлейф қалдырады. Дәл сол сценарий оқып жатқан кезде байқадым. Өте жылы, күшті фильм болады, құдай қаласа. Бізде актер құрамда өте күшті, актер құрамда жақсы. Біздің түсірілімде өте жеңіл, налайты, рахат өтіп жатыр, күшті өтіп жатыр. Топ 3 фильмдерін айта кетсең. Топ 3 фильм дейсің ба? Қазақстандық, әлемдік. Ең бірінші фильм ол енді бәрімізге классика болған, бәріміздің сол көріп өскен киномыз ғой. Менің атым Қожа. Маған қатты ұнайтын кинолардың бірі. Одан кейін по соображениям совести деген кино бар. Содан кейін, наверное, үшеуге сыйғызу қиын. Зеленая миля, наверное. Крестный отец, барлығы легендарный фильмдер ғой. Айтпақшы, анау менің атым Қожаны көптен бері көрмей кетсең, қазақ фильмінің каналында 4К сапада шықты көрген. Көріп шық, басқаша көзқарас болады ше ана жерде. Бірақ анау сонысымен тәтті да, бұрынғы пленкаға түсірілген вайп бар. Жоқ енді, пленкаға түсірілген, демге. Цифровизация жасаған ба? Күшті. Күшті қазақ киносы дамай берсін осылай ақырындап. Жақсы бір уровеньдарға шығып келе жатырмыз. Біздің қайтадан не етіп алды алдында. Лучший фильм Центральной Азии деген марапат.
Оскардың комиссиясында отыратын, Берлиналидің комиссиясында отыратын кісілер отырған. Сондай бір жеңіс болды. Только Саян и Абзал. Арманда кино деген сияқты. Болашақта қандай рөлдер алғың келеді? Шетелге шығу, киноға түсу деген мақсат бар ма? Әрине. Жалпы енді бұл профессияның қызығы сол ғой, возможностьтар ғой, мүмкіндіктер көп. Біз мысалы осы түсірілімнен кейін алла бұйырса Парижге кетіп бара жатырмыз бір айға. Ол жақта тоже Франция мен Қазақстан бір кино түсіріп жатыр. Қырғызстанмен түсті. Жалпы маған ұнайды, екі бауырлас мемлекеттің бір-бірімен қазір өте күшті коллаб жасап кино түсіріп жатқандары. Ол өте қуантарлық жағдай. Мен қырғыз бауырларымыздың киносына түсіп келдім. Ол да мен үшін үлкен бір деңгей, үлкен бір абырой. Жалпы иә, бағындырамыз ғой алла бұйырса. Да, осылай. Бұйырғаны. Өзің түсің келеді, топ режиссер айтсаң. Осының проектінде болғың келеді деген. Қазақстанда шүкір Аллаға біраз режиссерлармен түстім. Мен Әділхан ағаның киносына түскім келеді. Асқар ағаның киносына түскім келеді. Жалпы менде андай не жоқ. Конечно, енді Джеймс Кэмерон, Тарантино дегендер енді ол арманға. Жарымыз. Жоқ, менде андай, то есть. Жоқ, ол арман емес, мақсаттай болсына. Жалпы менің арманым, үлкен арманым ол қазақ киносын әлемде деңгейде, ол мен болайын, ол басқа біреу болсын, басқа режиссер болсын, басқа актер болсын. Жалпы қазақ киносының осында біз бармыз деген нәрсе әлемдік деңгейге шықса екен деген ғана арман. Мен қуанамын, мен біреу жетсе де мен шын қуанар едім ол үшін. Сол жігіттер. Түсімен кеше бүйтіп шығып бүйтем түсімен неден болғанын, қалай болғанын. Үйшедіп, неде интернеттен мынандай видеолар попадать етеді ғой. Адамның кожасының ішінде құрттар жүріп сөйтіп мұрнымды ұстаймын, мына құртпадақ балам ғой.